Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біз алдыңғы сабақта сіздермен түзу мен шеңбердің өзара орналасуы деген тақырыпты қарастырған едік. Бүгінгі сабақты бастамастан бұрын осы тақырыпты бір есімізге түсіріп алайық. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуының үш түрлі жағдайы болатын. Алғашқысы екеуі қиылыспайтын еді. Екіншісі екеуі екі нүктеде қиылысатын еді, яғни қиылысу нүктелері А мен Б болатын. Және соңғысы екеуі жанасатын еді. Яғни жанасу дегеніміз түзу мен шеңбер бір нүктеде қиылысатын еді. Енді ол сабақта біз түзу мен шеңберді қарастырған едік. Енді бүгінгі сабағымызда түзудің орнына біз тағы да бір шеңберді қарастыратын болсақ. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара орналасуы шеңбер мен түзудің орналасуы сияқты үш түрлі жағдайы болады. Алғашқысы екі шеңбердің ортақ нүктесі болмайды. Екіншісі екі шеңбердің ортақ бір нүктесі болады. Яғни екі шеңбер жанасады. Ал үшінші жағдайда екі шеңбердің екі ортақ нүктесі болады. Яғни шеңберлер бұл жағдайда қиылысады. Енді оқушылар, біз сіздермен алғашқы жағдайды қарастырайық. Ол бізде екі шеңбердің қиылыспауы. Яғни олардың ортақ нүктесі жоқ. Ол үшін біз бір шеңбер сызып аламыз. Оның радиусы 3-ке тең болсын. Және де осының сыртынан тағы да радиусы 2-ге тең етіп бір шеңберді сызып аламыз. Байқап тұрғандарыңыздай, бұл екеуі қиылыспай тұр. Алғашқы шеңберіміздің радиусы ол бізде 3-ке тең болды. Осыны жазып аламыз. Радиусымыз 3-ке тең. Радиус дегеніміз, яғни мынамен мынау бізде 3-ке тең болып тұр. Екінші шеңберіміздің радиусы ол 2-ге тең. Яғни 6 мен 8-дің арасында 2 бар деп білеміз. Осыны жазып алайық. Ал шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы, яғни мына центр мен мына центрдің ара қашықтығы ол бізде 8-ге тең болып тұр. Оны біз D деп жазайық. 8-ге. Енді осыдан былай қорытынды шығарсақ болады. Егерде шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы, яғни D, мына екі радиустың қосындысынан ұзын болса, яғни үлкен болса, бірінші радиус пен екінші радиустың қосындысынан үлкен болса, онда бұл шеңберлер қиылыспайды деп айта аламыз. Мына жерге мәндерін қойып жазсақ болады. D-нің орнына 8, радиусымыз 3-ке, екінші радиусымыз 2-ге тең. Екеуінің қосындысы 5 береді. Байқап тұрғандарыңыздай, 8 үлкен болып тұр. Сол себептен екі шеңберіміз қиылыспайды деп айтсақ болады. Келесі. Осы екі шеңбердің қиылыспауының екінші жағдайын қарастырамыз. Бұл жағдайда бір шеңбердің ішінде екінші шеңбер орналасады. Бір шеңбер сызайық, радиусы 5 болсын. Және осының ішіне радиусы 1 болатын екінші шеңбер сызамыз. Енді қараңыздар, бұл жерде сыртындағы шеңбердің радиусы 5-ке тең. Жазып алайық. Радиусы 5-ке тең. Ішіндегі кіші шеңбердің радиусы ол бізде 1-ге тең. Ал мына шеңбердің центрінен екінші шеңбердің центріне дейінгі ара қашықтық ол 3-ке тең болып тұр. Мына жерде 3 деп тұр. Яғни D тең 3-ке. Енді осыдан былай қорытынды шығарсақ болады. Егер шеңбер центрлерінің ара қашықтығы, яғни D, мына шеңберлердің радиустарының айырмасынан кіші болса, яғни кіші белгісін қоямыз, екі радиустың айырмасы. Онда бұл шеңберлер қиылыспайды деп айтсақ болады. Енді мына жерге мәндерін қойып тексеріп көрсек болады. Ара қашықтығы 3, үлкен радиусымыз 5-ке, кіші радиусымыз 1-ге. Яғни 3 4-тен кіші болып тұр. Сол себептен бұл екі шеңбер қиылыспайды деп айта аламыз. Шеңберлердің қиылыспауының үшінші жағдайы. Бұл жерде олардың центрлері ортақ болады, яғни екеуі де бір нүктеден басталады, бірақ та радиустардың ұзындықтары әртүрлі. Енді сол суретін салатын болсақ. Бірінші шеңберіміз радиусы 4 болсын. Екінші шеңберіміз 30 центрден басталады, бірақ оның радиусы 2 болсын. Байқап тұрғандарыңыздай, радиустары әртүрлі, бірақ та олардың центрлері бірдей болды. Егерде осылай болса, бұл шеңберлер қиылыспайды екен. Және де бұл шеңберлерді концентрлі шеңберлер деп атайды. Олар бір центрден басталып тұрғандықтан, бұлардың центрлерінің ара қашықтығы 0-ға тең болады. Демек, осы центрлерінің ара қашықтығы 0-ға тең болғанда, және де олар бір центрден басталып, радиустар әртүрлі болса, онда бұл шеңберлер қиылыспайды деп айта аламыз.
Енді оқушылар, біз сіздермен екі шеңбердің бір нүктеде қиылысуын, яғни жанасуын қарастыратын боламыз. Ол үшін екі шеңбер сызамыз. Бірінші шеңберіміздің радиусы 4 болсын, екінші шеңберіміздің радиусы 3 болсын. Енді қараңыздар, екеуі бір нүктеде қиылысып тұр. Бірінші шеңберіміздің радиусы 4 болды, жазып қояйық. Екінші шеңберіміздің радиусы 3 болды. Енді бірінші шеңбердің центрі мен екінші шеңбердің центріне дейінгі ара қашықтығымыз 7 болды. Мына жерде байқасаңыздар, 7 деп жазылып тұр. Яғни d тең 7 деп жазып қоямыз. Енді оқушылар, осыдан анықтама шығаратын болсақ, егер де шеңберлердің центрлерінің ара қашықтығы, яғни d, осы екі шеңбердің радиустарының қосындысына тең болса, яғни бірінші шеңбер мен екінші шеңбердің радиустарының қосындысына тең болса, онда бұл шеңберлер бір нүктеде жанасады, немесе бір нүктеде қиылысады деп айтсақ болады. Енді осы жерден орнына мәндерін қойып жазсақ, 7 тең, бірінші шеңберіміздің радиусы 4-ке, екіншісі 3-ке тең. Екеуінің қосындысы 7-ге тең. Сонда ара қашықтықпен екеуінің қосындысы тең болды. Демек, бұл шеңберлер жанасады деп айтсақ болады. Осы жерде тағы да мынаны айтып өтсек болады. Екі шеңбердің жанасу нүктесі арқылы өтетін түзу, яғни мына нүкте арқылы бір түзу жүргіземіз. Бұл түзу осы екі шеңберге ортақ жанама болады. Және де мынау АС түзуіне перпендикуляр болады. Демек, мына жердегі бұрышымыз 90 градусқа тең деп айта аламыз. Енді екі шеңбердің іштей жанасу түрін қарастырамыз. Ол үшін шеңбер сызып аламыз. Оның радиусы 5-ке тең болсын. Және де осы шеңбердің ішінен тағы да радиусы 2-ге тең болатын, және де осы шеңбермен жанасатын бір шеңбер сызамыз. Енді осы жерден радиустарын жазатын болсақ, бірінші шеңберіміздің радиусы ол 5-ке тең болды. Екінші шеңбердің радиусы ол 2-ге тең болды. Центрлердің ара қашықтығы, қараңыздар, мына нүктеден мына нүктеге дейінгі ара қашықтық ол бізде 3 болып тұр. Яғни d тең 3-ке. Енді осыдан шығаратын анықтамамыз, егер де шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы олардың радиустарының айырмасына тең болса, яғни сыртындағы үлкен шеңбердің радиусынан азайтамыз ішіндегі кіші шеңбердің радиусын. Онда бұл шеңберлер бір нүктеде қиылысады, немесе жанасады деп айтсақ болады. Орнына мәндерін қойып тексеріп көрейік. Радиусымыз 5, азайту, екінші радиусымыз 2-ге. Сонда екі радиустың айырмасы мына центрлерінің ара қашықтығына тең болды. Бұл себептен де біз бұл екі шеңберді жанасады, немесе бір нүктеде қиылысады деп айта аламыз. Бұл бізде іштей жанасу деп аталады. Енді оқушылар, біз сіздермен екі шеңбердің ортақ екі нүктесінің болуы, яғни олардың қиылысуын қарастыратын боламыз. Ол үшін ең алдымен радиусы 3-ке тең бір шеңбер саламыз. Дәл осындай радиусы 3-ке тең тағы бір шеңбер салайық. Екі шеңбер салдық. Осылардың радиустарын жазып алайық. Мынау бірінші радиусымыз болсын, мынау екінші радиусымыз болсын. Бірінші радиус тең 3-ке, екінші радиусымыз ол да 3-ке тең. Енді олардың центрлерінің ара қашықтығы 5-ке тең болып тұр. d тең 5-ке. Енді осыдан былай деп қорытынды шығарсаңыздар болады. Егер де шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы d осы екі радиустың қосындысынан кіші болса, онда бұл шеңберлердің екі ортақ нүктесі болады. Немесе бұл шеңберлер қиылысады деп айта аламыз. Мәндерін жазайық орнына апарып. 3 қосу 3, сонда 5 кіші 6-дан. Демек, бұл шеңберлер қиылысады деп айта аламыз. Енді дәл осы шеңберлердің қиылысуының екінші жағдайын қарастырайық.
радиусы 3-ке тең шеңберimiz салулы тұр. Енді осыған тағы да радиусы 2-ге тең шеңбер саламыз. Енді бұл жағдайда радиустарын жазып алайық ең алдымен. Бірінші шеңберіміздің радиусы ол 3-ке тең. Екінші шеңберіміздің радиусы 2-ге тең. Ал енді центрлерінің ара қашықтығы, яғни мына нүктеден мына нүктеге дейінгі қашықтық 4-ке тең. Енді бұл жерден былай қорытынды шығарсаңыздар болады. Егер де шеңбердің центрлерінің ара қашықтығы, яғни d, мына шеңберлердің радиустарының айырмасынан үлкен болса, яғни бірінші шеңбер мен екінші шеңбердің айырмасынан үлкен болса, онда бұл шеңберлер екі нүктеде қиылысады деп айтсаңыздар болады. Яғни мына нүктелерде қиылысады. Енді мәндерді жазатын болсақ, 4 үлкен 3 азайту 2-ден. Сонда 4 үлкен 1-ден. Шартымыз орындалып тұр. Сол себептен бұл шеңберлер қиылысады деп айта аламыз. Енді сабағымызды қорытындылайтын болсақ, оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен екі шеңбердің өзара орналасуының түрлі жағдайын қарастырдық. Алғашқы жағдайы екі шеңбердің ортақ нүктесі жоқ болды. Яғни бұл жерде біз олардың радиустары және арақашықтық арқылы анықтадық. Бірінші жағдай бойынша, егерде екі шеңбердің арақашықтығы олардың радиустарының қосындысынан үлкен болса, онда олардың ортақ нүктесі болмайды. Екінші жағдай бойынша, шеңбердің центрлерінің арақашықтығы радиустарының айырмасынан кіші болса, онда олардың ортақ нүктесі болмайды. Үшінші жағдай бойынша, егерде олардың шеңбердің центрлерінің арақашықтығы 0-ға тең болса, онда олардың да ортақ нүктесі болмайды екен. Екінші жағдайы, екі шеңбердің ортақ бір нүктесінің болуы, немесе екі шеңбердің жанасуын қарастырдық. Бұл бойынша екі шеңбердің центрлерінің арақашықтығы радиустарының қосындысына тең болса, онда олар жанасады екен. Және де олардың арақашықтығы радиустарының айырмасына тең болса, олар жанасады деп айттық. Енді үшінші жағдайы, екі шеңбердің екі ортақ нүктесі болуы, яғни олардың қиылысуын қарастырдық. Бұл жағдай бойынша, егерде екі шеңбердің арақашықтығы олардың радиустарының айырмасынан үлкен болса, немесе олардың радиустарының қосындысынан кіші болса, онда бұл шеңберлер екі нүктеде қиылысады деп қарастырдық.